Сәлем баршаңызға. Бүгін біз сиыр етінен қайнатпа сорпа дайындаймыз. Өте дәмді шығады. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Алдымен етімді жуып алып, осылай сүйегімен бірге салқын суға кастрюльге салып, бір қайнатып аламыз. Қайнаған кезде бетіндегі артық көбіктерін осылай сүзгімен сүзіп аламыз. Ал енді етіміз піскенше ішіндегі көкөністерін дайындаймыз. Картопымды осылай әдемі пышақпен ірілеу етіп турадым. Және сәбізімді де осындай ірілеу етіп тураймыз. Оны қалай пішінде кессеңіздер, ол өздеріңіздің қалауыңызша. Одан соң етім пісті, жұмсақ болып піскеннен кейін етімді бөлек ыдысқа түсіріп аламын. Осы жерде сорпаны толықтай сүзіп алуларыңызға болады. Одан соң ішіне сәбізімді, картопымды салып, тағы да бір қайнатып аламыз. Сәбіз бен картопым пісуге жақындағанда ішіне кеспе вермишелімді салдым. Барлығын жақсылап араластырып, тұзын, бұрышын қарап, кішкене 10 минутқа қайнатып аламыз. Одан соң үстіне пиязымды турап, сорпамызға саламыз. Және жаңағы піскен етімді суыған соң осылай қатты ірі қылмаймыз, жеуге ыңғайлы етіп тураймыз. Мінекей біздің сорпамыз дайын болды. Бұл сорпалар ауырған кезде өте жақсы көмектеседі. Сіздер де дайындап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.